Бәріңе сәлем достар. Сіз шетелдік серіктеспен жұмыс жасайсыз ба? Және қолма-қол ақша күтіп отырсыз ба? Сіздің смартфоныңызға валюта аударымының түскені туралы хабарлама келеді. Мәліметтерді көру үшін хабарландыруды басыңыз. Бас экранда сіз жаңа кіріс валюталық аударымдары баннерін көресіз. Осы баннерді басыңыз. Әрі қарай сіз кіріс валюталық аударымы бөліміне өтесіз. Бұл жерде барлық жаңа аударымдар көрсетілген. Тізімнен аударымды таңдаңыз. Мәліметтерді қарап шығып, аударымды алу батырмасын басыңыз. Төлем мақсаты көрсетілмеген жағдайда, аударымды алу үшін деректерді толтыру қажет. Тізімнен келісімшартты таңдаңыз. Қажет болса, құжаттарды тіркеңіз, немесе қосымша деректерді құжаттың нөмірі мен күні көрсетіңіз. Егер құжаттар негізінде түскен сома баламасы $10,000 аспаса, сіз бұл аударым валюталық шарттың орындалуымен байланысты емес екенін растай аласыз. Бұл жағдайда келісімшартты таңдау қажет емес. Әрі қарай жіберу батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз! Валюталық аударымды есепке алу туралы сұраныс жіберілді. Өтінімнің орындалу дәрежесін тексеру үшін операцияларға батырмасын басыңыз. Операциялар. Біраз уақыттан кейін аударым пысықтауға келуі мүмкін. Смартфонға тиісті хабарлама келеді. Сіз қайтару себебін аударым туралы мәліметтерден біле аласыз. Өңдеу батырмасын басу арқылы түзетулер енгізіңіз және өтінімді түзетіңіз. Егер банкке ақша түскен күннен бастап 180 күн өтіп, өтінім жіберілмеген жағдайда, сома жөнелтушіге қайтарылады. Валюталық бақылаудың барлық кезеңдерінен сәтті өткен жағдайда ақша сіздің шотыңызға аударылады.